Баяғыда қоян өмір сүріпті, оған көрші түлкі өмір сүріпті. Қоянның үйшігі ағаштан жасалған еді, ал түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Көктем келді, күн жылынды. Түлкінің үйшігі еріп кетеді. Түлкі қоянға бір күн қонайыншы деп өзін қуып шығады. Қоян жолдың бойында жылап отырды. Қоянға ит кездесті. Қоян, неге жылап отырсың? Мен жыламағанда кім жылайды? Менің үйшігім ағаштан жасалған еді, ал түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Түлкі маған бір күн қонайыншы деп өзімді қуып шықты. Жылама, қояным, мен саған көмектесемін, деп екеуі үйшіктің қасына келеді. Түлкі, шық үйден, кет жоғал, дейді. Түлкі қазір пештен секіріп түсіп, быт-шытаңды шығарам, дейді. Ит қорқып қашып кетеді. Қоян тағы жолдың бойында жылап отырды. Қоянға аю кездесті. Қояным, неге жылап отырсың? Мен жыламағанда кім жылайды? Менің үйшігім ағаштан жасалған еді, ал түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Түлкі маған бір күн қонайыншы деп өзімді қуып шықты. Жылама, қояным, мен саған көмектесемін. Жоқ, сен маған көмектесе алмайсың. Иттер келді, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуамын деп екеуі үйшіктің қасына келді. Аю ақыра бастайды. Түлкі, шық үйден, кет жоғал, дейді. Түлкі айтады, қазір пештен секіріп түсіп, быт-шытаңды шығарам, дейді. Аю қорқып қашып кетеді. Қоян тағы жолдың бойында жылап отырды. Қоянға өгіз кездесті. Қояным, неге жылап отырсың? Мен жыламасам кім жылайды? Менің үйшігім ағаштан жасалған еді, ал түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Түлкі маған бір күн қонайыншы деп өзімді қуып шықты. Жылама, қояным, мен саған көмектесемін. Жоқ, сен қуа алмайсың. Иттер келді, қуа алмады. Аю келді, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуамын, дейді өгіз. Деп екеулері үйшіктің қасына келді. Өгіз айтады, түлкі, шық үйден, кет жоғал, дейді. Түлкі айтады, қазір пештен секіріп түсіп, быт-шытаңды шығарам, дейді. Өгіз қорқып қашып кетеді. Қоян тағы жолдың қасында жылап отырды. Қоянға әтеш кездесті. Қоянжан, неге жылап отырсың? Мен жыламасам кім жылайды? Менің үйшігім ағаштан жасалған еді, ал түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Түлкі маған бір күн қонайыншы деп өзімді қуып шықты. Көк-қайку! Жылама, Қоянжан, мен саған көмектесемін. Жоқ, сен маған көмектесе алмайсың. Иттер келді, қуа алмады. Аю келді, қуа алмады. Өгіз келді, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуамын деп екеуі үйшіктің қасына келді. Әтеш айтады, көк-қайку! Түлкі, шық үйден, кет жоғал, қазір басыңды кесем, дейді. Түлкі айтады, киініп жатырмын, дейді. Әтеш екінші рет айтады, шық үйден, кет жоғал, қазір басыңды кесем, деп дейді. Түлкі айтады, киініп жатырмын, дейді. Әтеш үшінші рет айтқанда, түлкі қорқып қашып кетеді. Сосын екеуі сол үйшікте өмір сүрді.